Сәлем достар, бүгінгі видеода волейболға арналған допты матадан тігетін боламыз. Ол үшін ең алдымен деталь сызып аламыз. 19 см ұзындықта және биіктігін 4 см етіп тік төртбұрыш сызып аламыз. Видеоға мұқият болыңыздар. Кейін осы тік төртбұрыштың тең ортасын тауып аламыз. Мінекей, тең ортасынан белгілеп алып, 1 см-ден екі жақ басынан қосып шығамыз. Енді осы нүктелерді өздері қосып шығамыз. Видеоға мұқият болыңыздар. Екінші деталімізді сызу үшін дәл осындай 19 см-ді бір сызып аламыз. Бұл жерде биіктігін 5 см етіп көтереміз. Мінекей. Енді осы тік төртбұрышымыздың екі жақ басынан 3 см-ден белгілеп алып, осы екі нүктені қазір 1 см төмен түсіре отырып, осы 3 нүктені қосатын боламыз. Мінекей, видеоға мұқият болыңыздар. Дәл осы екі жақ шетіндегі нені төменгі нүктемен қосамыз. Мінекей. Енді 1 см тағы төмен түсіп, осылай қосып шығамыз. Стандартты волейбол ойнайтын доптың өлшем бірлігі дәл осылай алсаңыздар, еш қателеспейсіздер. Дәл осы детальдермен көп жұмыс істейтін болғандықтан, қазір әдемілеп қатты қағазға жабыстырып қиып алатын боламыз. Достар, менің жұмысым ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, өз достарыңызбен бөлісуге ұмытпаңыздар. Сонымен достар, дәл осылай қатты қағазға дайындап алған детальдерімізді келесі видеода қалай пішу және дұрыс тігілу жолымен бөлісетін боламын. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі видеомда кездескенше. Тіркеліп қоңыраушаны басуға ұмытпаңыз.